көрсете қойшы. Қараңызшы ақсақал, мына тас өте ерекше. Рас. Басқа тасқа ұқсамайды. Иә, өзі қап-қара, жып-жылтыр екен. Қайдан таптың балам? Ата, сорлар жердің астын қазып, бетіне шығарып тастапты. Ал мен жинап алдым. Ол не зат болды екен? Ата, мына отқа салып көрейікші, не болады екен? Алланың құдіреті-ай, мына қара тас соғып жағып жатыр ғой. Біріне ғажап. Камни горели тихо, распространяя приятное тепло. Ата, бұл керемет болды. Қап-қара тастар лаулап жанып жатыр. Бұл қара тастар ыстық тастар, берекелі тастар. Мен мына қара тастардың құпиясын білдім. Енді бар халыққа айтамын. Сонда адамдар мына қара тастармен үйлерін жылытатын болады. Бұл бізге табиғаттың берген сыйы, солай емес пе, ата? Иә, қарағым, дұрыс айтасың. И на завтра весть о необычном горящем камне, найденном Апаком Байжановым, облетела всю степь. И сегодня, благодаря этому камню, Караганда является главным поставщиком угля не только по Казахстану, но и для стран ближнего и дальнего зарубежья.